Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Мен аяулым Марыс қызы. Бүгін сіздерге қазіргі кезде хит болып жатқан раннерді тігіп үйретемін. Жақын арада сіздерге осы раннерге арнап салфеткасын және кольцейін жасап үйрететін боламын. Оның ссылкасын төменде тастайтын боламын. Ал бүгін осы раннерді бірге жасайық. Бұл раннеріміз стандарт столдарға келе береді. 120-да 90, 150-де 90 столдарға жақсы келеді. Ең алдымен қыздар, раннерімізді тігу үшін бізге машинка қажет болады. Одан кейін менде осындай машинкамен бірге набор сатып алған болатынмын. Бұнда қайшы, инелері, осындай сызатын карандашы барлығы бар екен. Және осындай разноцветный жіп сатып алған болатынмын. Қасына бұдан ұзын линейка алғандарыңыз жақсы. Менде үйде бар линейканы қолдандым. Және осындай сантиметровый лента. Одан кейін біз раннерге дак матасын қолданатын боламыз. Осындай принті бар дак матасын таңдаған болатынмын. Ең алдымен қыздар, матаңызды бір жуып аласыз салқын суға, қатты сықпай ілесіз. Одан кейін толық кептірмей бір үтіктеп аласыздар. Одан кейін осындай кромкасы болады екі жағында. Сол жерін қыздар біздер қиып тастаймыз. Кромкасы бізге қажет емес. Кромканы түсінбей жатсаңыздар қыздар, мата заводтан шыққан кезде екі жағында ұстап тұратын жер, бұл иненің кіріп шыққан жерінде бөлек матаның енінде көрініп тұрады екі жағында. Соны 1,5 сантиметрде қылып қиып тастайтын боласыздар. Бізде матаның ені 1,80 м болса, сіздерде 1,77 м мата қалады. Енді қыздар, маталарыңызды жууға ерінсеңіздер, үтіктің парымен жақсылап арт жағынан үтіктеп шыққандарыңыз жақсы. Бізде қыздар дак матасы ені әрдайымда стандарт размерде 1,80 м болады. Біз кромкаларын қиып тастағаннан соң бізде 1,77 м қалды. Мен бұл жерде 3 раннер жасайтын болам. Сондықтан мен 59 сантиметр өлшеп 3-ке бөліп қиып алған болатынмын. Егер сіздер бір раннер жасайтын болсаңыздар, тек 59 сантиметр өлшеп осылай қиып алатын боласыздар. Менде матаның суретіне дәл келіп тұрғандықтан үстінен сызған жоқпын. Егер сіздерде принтінен көрінбейтін болса, онда сіздер бормен дұрыстап барлық жерден 59 сантиметр қылып өлшеп қиып алатын боласыздар. Ал қалған матаңызды қыздар, сіздер мен сияқты 3 раннер жасамайтын болсаңыздар, онда ол матадан сіздер салфетка жасасаңыздар болады. Ал мен салфетканы однотонный матадан жасайтын боламын. Оны сіздерге келесі сабағымда көрсететін боламын. Қыздар, қалған маталарыңызды салфетка сабағым шыққанша алып қойыңыздар, немесе мен сияқты осылай 3 раннер жасап, однотонный матаны сатып алып қойсаңыздар болады. Келесіде сіздерге салфетка жасауды үйрететін боламын. Сол сабағымда осы раннерлеріңізге арнап салфетка жасап алатын боласыздар. Қыздар, сіздерге матаның енін айтып, ұзындығын айтпаппын. Ұзындығы бізде 2,50 сантиметр қылып аласыздар. Ал ені бұл стандарт 1,80 м болады дак матасында. Міне қыздар, енді бір раннерімізді осылай алып, екі ортасынан дәлме-дәл бүктеп алатын боламыз. Міне қыздар, видеода байқағаныңыздай, біз енін түзеу етіп қиған жоқпыз. Себебі бұл жерді біз бәрібір алып тастайтын боламыз. Сондықтан оған уайымдамаңыздар. Енді матамызды осылай екі ортасынан бүктеп алғаннан кейін, осы бүктелген тұсымыздан кішкене жоғары қарай түзеу жерінен өлшеп аласыз да, лентаңызды қоясыз. Одан кейін жоғары қарай 30 сантиметр өлшеп алатын боламыз. Осы өлшеп алған тұсымыздан қыздар, қарама-қарсы тұсқа дәл сол жерді белгілейтін боламыз. Сіздерде түзеу сызғышыңыз ұзын болса, сонымен өлшеп алыңыздар, немесе осындай принтіннен байқасаңыздар болады. Осы ұштан қыздар, манағы төменгі жақта лентамызды қойған тұсымызды да точка қойып алыңыздар.
сол жерден осы бұрышты біріктіретін боламыз. Және сол бұрышымызды қайшымен мықтап дұрыстап қиып алатын боламыз. Қыздар, мата қиятын қайшымызбен қағаз қимаймыз, әйтпесе сіздердің қайшыларыңыз өтпей қалатын болады. Және қайшыңызды жоғарыға көтермей, төменге стол болсын, соған тиіп тұрғаны жақсы. Сонда қайшыңыз ешқайда қозғалып кетпейді және ұшын бағыттап отырсаңыздар тегіс қиятын боласыздар. Міне қыздар, бірінші бұрышын осылай қиып алдық, ал екінші бұрышымызды осы матаның астына келтіріп, дәл осылай сызып қиып алатын боламыз. Қыздар, бұнда менде бор бар, себебі бұл видеоны мен екінші раннерге түсірген болатынмын. Ана видеомда сіздерге бұл жерді түсіндірмеппін. Сондықтан барлық жері түсінікті болу үшін бірнеше жерді сіздерге қайтадан түсірген болатынмын. Міне қыздар, раннеріміздің біраз бөлігі дайын болды. Енді раннерімізді ашып, артқы бөлігімен столымызға жайып алатын боламыз. Енді қыздар, осы жерде общий тетрадтың артқы бөлігінен 2 сантиметрлік осындай қағазымызды қиып алатын боламыз. Ұзындығы бойынша. Бізде ұзындығының өлшемі қажет емес, тек қана ені 2 сантиметр болуы міндетті. Оны алып раннеріміздің ішкі бөлігіне салып, осылай матамызды үтіктейтін боламыз. Бұл жерде сіздерге бір ыңғайлысы, сіздер өлшеп отырмайсыздар, бірден 2 сантиметр қылып майыстырып, осымен үтіктей беретін боласыздар. Бұл жерде біздер 2 бүктейтін боламыз, қыздар. Бірінші бір бүктеп үтіктеп аламыз барлық матамызды, және екінші рет орап, ол жерде де үтіктейтін боламыз. Сонда қыздар, бізде раннеріміздің ені 50 сантиметр болатын болады. Біз 59 алған болатынымыз, екі жаққа 4,5 сантиметрден бергенде, ортада бізде 50 сантиметр раннер қалатын болады. Неге қыздар 4,5 десеңіздер, біздер 2 сантиметрден 4 сантиметр шығады. Бірақ та сіздер осылай майыстырып жатқан кезде жарты сантиметріміз біздің тек осылай бүктеген жерлерімізге кетіп қалатын болады. Сондықтан раннеріңіздің ені 48-49 сантиметр болып қалмау үшін біз екі жанына 4,5 сантиметрден алған болатынбыз. Енді екі бүктеуіміздің себебі, сіздерде егер оверлок болатын болса, сіздер шет жағын тек оверлоктап бір бүктесеңіздер болады. Менде оверлок болмағандықтан дәл-медәл екі бүктегенді жөн көрдім. Қыздар, менде тігін жағынан қатты біле бермеймін, сондықтан осылай алған маған ең жеңіл болды. Сіздер енді қарайсыздар, мүмкін 1 сантиметр алып, одан кейін 3 сантиметр бүктейсіздер ме? Негізі осы мен көрсетіп отырған жолмен жасасаңыздар, сіздерге оңай түсетін болады. Қыздар, бізде дак матасын алу себебіміз, бұл дак матасы суды өзіне сіңірмейтін мата. Су тиіп кетсе, үстін тек сүртіп алсаңыздар болады. Бірақ шоколад, басқа да нәрселер ол жағылып қалуы мүмкін. Сондықтан беткі бөлігіне сіздер прозрачный гелевый пленканы төсеп қойсаңыздар болады. Немесе осыны жайып, жай ғана қатты ыстық емес температурада машинкаға жуып алып, қайтадан үтіктеп жая берсеңіздер де болады. Бұл дак матасының екі түрлі принті бар. Бұл однотонный және осындай неше түрлі принтпен сатылады. Бұның метрі қыздар 1800-ден бастап 2200-ге шейін кейбір қалаларда бар. Мен өзім 2200-ден алған болатынмын. Қыздар, мен сол кезде қымбатқа алып қойған болатынмын. Себебі мен аудандық жерде тұрғандықтан сол кезде менде басқа выбор болмаған болатын, ал қалалық жерлерде бұлар өте арзан, немесе доставкамен алғызсаңыздар болады. Қыздар, енді кейбіреулеріңіздің үстелеріңіз 3 метр, 4 метр, біріңізге 5 метр шығар бәлкім. Ол кезде не істейміз? Біз 4 метрлік столға қыздар артығымен 1 метр мата алатын боламыз. Ол біз жанындағы бұрышы әдемі төменге қарай түсіп тұру үшін
артығымен 1 метрді алатын боласыздар. Сонда сіздерге үстелдеріңізге дәл әдемі раннер шығатын болады. Немесе бір матаны алып екі ортасынан бүктеп жасасаңыздар болады, бірақ олай принтері келмей қалуы мүмкін деп ойлаймын. Сондықтан мен айтқандай 1 метр артығымен алып алсаңыздар деймін. Міне қыздар, барлық жерін осылай үтіктеп алғаннан кейін бұрышын тігетін боламыз. Ең бірінші, ол үшін бізде 2 бүктелген жері бар ғой қыздар. Сол жерден тек 1 бүктелген жерін бүктейміз. Одан кейін жоғарғы бөлігіндегі дәл раннеріміздің бұрышынан 2 жаққа түзеу сызық сызатын боламыз. Одан кейін раннерімізді артқа қайырып, 2 бөлігін бір-біріне теңдей бірдей біріктіріп, осы бұрышты сызылып тұрған жерден машинкамызбен тегіс тігісімен тігіп алатын боламыз. Видеода қыздар сіздерге барлығын анық көрсеттім деп ойлаймын. Түсінбеген жерлеріңіз болса, төменде комментарияда сұрасаңыздар болады. Бұл жерде сіздерге қай жер екенін көрсетіп жатыр. Міне дайын болған раннердің бұрышы болады. Сол жерден алып дәл ұзын сызықпен түзеу сызатын боламыз. Және осы тегіс сызықты машинкамен алға және артқа беріп тігетін боламыз. Раннерді қыздар жабындарыңызға келтіріп, лен матасынан, сатин матасынан тіксеңіздер болады, тағы да басқа маталардан. Бірақ қыздар, ең қолданыста жақсы, сіздерге үтіктесе де жақсы бағынатын мата меніңше так матасы деп ойлаймын. Мен бұл жерде тігін машинасына сіздер секілді мен де алғаш үйреніп жатырмын. Тігін машинасының кітапшасында барлығы жазылған, одан қорықпасаңыздар болады. Сол жерден мұқият оқып алсаңыздар, барлығын түсінетін боласыздар. Енді бұрышымызды тігіп алғаннан кейін артық жіптерін осылай қайшымен қиып алып тастаймыз. Және осы бұрыштан 5 мм-дай ара қашықтықта біз артық бөлігімізді қиып тастайтын боламыз. Ал бұл бөлігімізді 2 жаққа ашып, бұрышын шығаратын боламыз. Бұрышы сіздерде әдемі болуы тиіс. Және осы жерде қыздар кисточка деп аталатын қыздар шашақ болады. Соны осы жерде салып жіберсеңіздер болады. Көп раннерлерде байқайтын шығарсыздар, сондай шашақтары болады. Мен ол шашағымды таба алмай қалдым қыздар. Сондықтан 5 шашағы жасайтын боламыз. Енді екінші осындай бұрышын да дәл жанағыдай етіп белгілеп алатын боламыз. Бұл бұрышта қыздар бірақ жанағыдай дәл тегіс сызбайтын боламыз. Өйткені бұл бұрыш бізде дәл 90 градусты бермейді. Мұнда 45 градустық айырмашылық бар секілді. Дұрыс айтып жатырмын деп ойлаймын енді. Сіздер осылай инемен өлшеп алып, сонымен белгілеп алғандарыңыз жақсы. Сонда сіздерде дәлме-дәл шығатын болады. Мен осындай инемен белгілеп алған болатынмын. Одан кейін оны алып тастап, осы жерден тегіс сызық сызып алып, соның үстінен тіккен болатынмын. Сіздерде міндетті түрде сызып алыңыздар, бормен болсын, немесе осындай ручкамен болсын, сызып алсаңыздар өздеріңізге ыңғайлы болады. Енді қыздар, осы бөлігімізді тегістей осылай тігіп шығатын боламыз. Бұл бөлігімізді де қыздар артық жіптерін қиып тастап, кері қарай айналдыратын боламыз. Сіздерде егер бұл бөлігі келмей жатса, қайтадан осылай айналдырып өлшеп алып, қайтадан үстінен тігіп жіберсеңіздер болады. Менде дәл келгендіктен артық бөлігін осылай бұрышын қиып тастайтын боламыз. Дәл жанағыдай ешқандай қатты айырмашылық жоқ. Бұл бөлігі бізге кедергі болмау үшін қиып тастайтын боламыз.
екінші бұрыш жағында қыздар дәл осылай тігетін боламыз. Міне қыздар, екінші бөлігінде солай тігіп алған болатынбыз. Раннеріміздің екінші жағында осылай тігетін боласыздар бұрыштарының барлығын. Енді қыздар, біз ішкі жағынан 3 мм тастап, сол жерден түзеу тігіспен раннерімізді дәл сол раннерге түстес жіпті алсаңыздар болады, немесе ақ жіппен тігіп шықсаңыздар болады. Осындай бұрышқа келгенде қыздар, лапкаңызды көтеріп, матаңызды ауыстырып алып, лапкамызды түсіріп, әрі қарай жалғастыра беретін боламыз. Ешқандай қиындығы жоқ қыздар. Мен астыңғы бөлігіне ақ жіпті, ал үстіңгі бөлігіне сары жіпті қолданған болатынмын. Төмендегі шпулькасына басқа жіпті салып, сіздер де солай жасасаңыздар болады. Барлық бөлігін дәл осылай тегіз түзеулігін қарап отырып, осылай тегістеп тігіп шығасыздар. Қыздар, дайын раннеріміздің ұзындығы 230, ал ені 50 см болатын болады. Соңғы жерінде қыздар осылай закрепка беретін боламыз. Одан кейін артық жіптерін қайшымызбен қиып тастайтын боламыз. Міне қыздар, осылайша раннеріміз дайын болды. Бұл видео сіздерге пайдалы болады деген сенімдемін. Дастарханыңызды жайнатып, осындай раннерді өз қолыңызбен жасап алыңыз. Менің видеоларым ұнап жатса, лайк басып, каналыма тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыз.